осы видео күшті екен ғой. Татысынай компьютер. Ай, тісім. Ай, тісім-ай. Ай, тісім-ай. Бекер жепті мына компьютерді. Ой, не істесем болады енді? Мама! Ау, қызым, не болды? Тісім ауырып жатыр. Тісім ауырып жатыр? Я, көп компьютер жеп кеттім уже мен. Қызым, мынаның бәрін сен жедің ба? Я, енді жегім келді ғой менде. Мә, қызым, болмайды ғой мынаның бәрін. Енді тісің ауырып жатыр ма енді? Я, қатты тісім ауырып жатыр. Мә, тіс дәрігеріне барамыз ба? Жоқ, мама, керемес. Барайық та тісімді емдейді ғой. Қайсы, қарашы маған, бетіңді көрейін. Бір бетің ісіп тұр сенің. Мына бетің ісіп тұр. Шын ба? Иә. Ой, мама, не істемен мен? Ауыртпай. Алдында Жасминнің тісін емдедік қой. Ауыртпай жасады ғой. Давай кеттік сол стоматологқа барамыз. Жоқ, мама. Неге, қызым, жүрші, емдетейікші, тістерің бәрі құртап кеткен сенің. Қарашы, мынандай конфет жеуге болмайды ғой. Ұнап қалуына компьютер. Хит болатқан. Енді сол хит болып жатыр екен деп бәрін жеу керек па, қызым, болмайды ғой мынау. Онда давай стоматологты үйге шақырайық. Ол күшті стоматолог екен. Үйге келіп, қарап, дәрі беріп кетеді екен. Тісті пока қойдыртатын. Сосын ертең стоматологияға барамыз, жақсы ма? Я. Қазір онда звондаймын мен. Бүгін күн жаңбырлы, клиент жоқ. О, клиент звондады ғой. Алло. Я, тісім ауырып тұрған. Біз тісті де емдей береміз, е. Қай микрорайон соны айтып жүресіз? Жарайды, сау болыңыз. Келем. Тісте ма? Қауығын көрсетем. Әлі ауырып тұр ма? Я, қатты ауырып тұр. Қазір шақырдым мен. Тіс дәрігерін шақырдым. Тіс дәрігер демалыста да жасай береміз. Кет, жат, шына жерге кел ауыш. Жаным ал. Жат ауыш, жат. Қазір келеді, жақсы ма? Ауырады ғой. Ауыртпайды ол. Еркелетіп тұрып емдеп берем деді ғой. Емдеп берем деді. Өтік алдайды ғой олар. Алдамайды, күшті емдейміз деді біз. Просто сені қазір дәрі беріп кетеді. Кішкене ауырғанын басып, сосын кейін ертең стоматологияға барамыз, жақсы ма? Жаным, қызым, ақылды ғой мен. Енді тәтті зат жеме, жақсы ма? Я. Келді ау деймін. Қазір ашайын. Қазір міне ашамыз. Келіңіз. Саламатсыз ба, ой? Сіз докторсыз ба, тіс емдейтін? Я, мен тіс емдейтін доктормын. Қолыңызда коробка ма? Заттар, симай алып сосын аяқ киімнің коробкасына сала салдым. Ондай да бола ма не? Қай клиент? Көрмейтін ғой мен. Кішкентай қызым еді ғой. Тісі қатты ауырып жатыр. Мама? Иә. Жат. Не болды саған? Достар, чудо мына доктор бір түрлі аптечкасын қараңдар. Аяқ киім коробкасы алды. Чудоны подозрительно. Мына конфет жеді ма? Көп конфет жеп қойыпты. Бұны жеуге болмайды. Бұл пайдалы емес. Қайдан білейік, мына витаминдері бар дегеннен кейін алдында алып беріп едім. Сендерде қызықсыңдар бар ғой. Косметичкаға салбаған ба? Достар, косметичкаға салбаған ба аптечкасын? Так. Адишкан. Құртапты о тістерін. Иә, бір-екі тісі құрттап кеткен, соны емдетеміз деп жүрміз енді. Қазір температураны өлшеп.
Температурасы бар ма екен? 36-8 болып тұр. Жоқ па екен температурасы? Жоқ. Жүрегімізді тексерейік. Жүрек? Иә? Ол тіске қатысы бар ма жүректің? Иә, ана тіс бар ғой, құрттаса жүрекке қарай кетеді. Ондай да бар ма? Ал жақсы ал. Подозрительно болып тұр достар. Шынымен доктор ма мына кісі? Скотч тастаған ба еще? Ол аяқты да тексере бере ма? Иә, аяқта да жүрек бар емес па? Ондай да бар ма не? Ады. Достар, мен кімді шақырдым, өзім таңғалып тұрмын. Нормально. Масканы шешіп тастайшы. Ашулысыз ғой, доктор? Ашулы емес пе мен 10 жыл дәрігерде жасағам. Дәрімен емдеп кетесіз ғой да? Иә, Сосын ертең біз стоматологқа барып тісін емдетеміз, пока что обезболивающий ма бірдеңе солай емдеп береміз деп айтып еді жаңа. Мынаны іше салшы ма? Доктор, сіз қандай дәрі берейін деп тұрсыз менің қызыма? Жүректі күшті қылатын дәрі ғой. Мә, іше салшы. Ондай болмайды ғой. Сіз точно докторсыз ба? Иә, мен 10 жыл жасағанды не үшін айттым бағана? Достар, мен қандай доктор шақырдым. Қалашық ашып алшы ма? Мүлдем басқа дәрілер беріп жатсыз. Мынау не дәрі? Бұл ма? Бұл тіс қойдырады. Белайхинста қоспа дейді. Сондай ғой. Аскорбинка ғой мынау, тәтті витаминчик емес па? Зато тісті қойдыртады. Тәтті көп жей берсе тісті ауыртады, а мынаны жейсе күшті тісті қойдыртады. Аузыңды аш. Тоқтай тұрыңызшы, доктор. Сіз бермей қойыңызшы дәрі. Бара тұрыңыз, иә? Мен баламен күшті сөйлесем. Шынымен ба, доктор? Иә, мен 10 жыл жасағам. 10 жыл жасағам дей береді екенсіз, иә? Мен тек бір 2 минутқа ғана шығам. 10 минутқа шығасыз. Доча, бірдеңе болса маған айт, жақсы ма? Қазір келем, иә? Мен есіктің қасында болам, жақсы ма? Қыз, сен іштен затты ішпей ұрбайы отырсың. Қазір сен менің айтқан дәрімді ішпесең, мен сені үйстіп тісіңді жұлып алам. Үйстіп, қара. Әйтпесе, осы нәнділде укол салам. Бергел. Мұнда кел деймін саған. Мұнда кел. Мұнда кел деймін саған. Мұнда кел. Шаршаттың мен әпте. Мама! Мұнда кел. Кел саған. Дәрігер не отыр? Не айқай мына жерде? Қызың сақалап отыр просто. Не болды қызым? Жоқ, бұл үлкен уколмен мені саланып қалды. Қыз мына үлкен уколды ойлап. Жоқ, сіздер айттыңыздар, укол салмаймыз, тек дәрі беріп кетеміз. Болды дедіңіздер ғой. Неге укол салайын деп түсінбедім мен сізді? Мен тісі аман болсын. Ол укол бар ғой. Ертең әже болғанша ұстайды бұл укол. A few moments. Ондай да бар ма, не әже болғанша ұстайды деген? Я кемпір болғанша ұстайды ғой. Жоқ, әкеліңіз. Алып келіңіз дәрігер. Маған уколды бере қойшы. Неге? Бере салыңыз, болды. Дәрі берем дедіңіздер ғой? Болды, бар қайтыңыз, шығыңызшы бұл. Тоқтайтыңыз. Алыңыз ана заттарыңыз. Бол, шығыңыз тез. Шығыңыз. Қайтын болыңыздар. Мынау укол ма? Жоқ, укол. Достар, осы видео сіздерге ұнады ма? Осы видеоға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басып ұмытпаңыздар. Тіркелмесеңдер, осы уколды үйлеріңе келіп салам. Бергел!